Қайтып кел. Өссін, өнсін. Так, мынандай халаттарды киіп аламыз. Caspian Royal Fish. Тағы да бүгін малюк шабақтарын жіберетін боламыз. Бекіре тұқымдас. Бүгінгі жіберіліп жатқан балықтың түрлері пілмай, шип, яғни орысшасы, сосын орыс бекіресі, сосын қортпа балықтары. Так, бисмилля, ұстай берейік. Мына орыс бекіресі. Қортпа осының ішінде бәрі де бар. Солай ма? Мынау белуга, қортпа. Мынау пілмай. Ал осы жалпы. Так, весовой вариант. Ана жерден черпать етеді. Сосын мына жерге салады. Так, қанша? 12 кило 300. 12 кило 300, короче. Весовой вариант. Қайсы? Мынау белуга, да? Мынандай. Сүйкімді, да? Әдемі, да? Мынау шип. Ана белугаға да ұқсайды бұл, бірақ ана артыңғы мына қабыршағы бар ғой, басқаша болып көреді бір түр. Мына жер көрдің бе? Мына жері высокий болып кетті бір түр. Горбатый болып кетті. Әдемі. Мынау русский осетр. Орыс бекіресі дейді мұны. Бұл әдемі болады осындай. Қай-қайсысы да бәрі де әдемі. Бұл жаңағы мына балықтың бәрін жіберіп жатқан табиғат пайдаланушылар, яғни соларға мына міндеттеме, яғни өсіріп осылай шабақтарды жіберу керек жайыққа. Бұл қазір мынау сүзіп алып салып жатқан Берік Тірекші кооперативі бас директоры. Ал бәрі оңнан болсын дейміз. Топ тұрған жерде, топ тұр. Мынаның бәрін осылай сачокпен киіп аламыз да, сосын мына жерге астауға саламыз. Қазір мына бассейндердеміз. Мына бассейндерде бір қызы, мұнда қазір стелет балықтар. Бұл речной, яғни өзектерде жүретін балық. Бұл ашық тұрады бұл балық деген. Мынау неге жабық тұрады дейсіздер? Мына беті сеткімен жабылған. Бұның ішінде үлкен балықтар. Бірақ мына сибирский осетр. Сибирский осетр деген анау қана үлкендер кетіп жатыр. Мына бәрі үлкен. Бұлар морской, яғни бұлар жаңағы мұхиттарда, теңіздерде жүреді. Сосын бұлар тамаққа тойып алып секіріп кететін көрінеді. Сол үшін жауып қойған жұмысшылар бәрі. Секіріп кететін көрінеді. Секіріп, кәдімгі жерде бір-бірін қуат, ойнайды. Анағаш бастарын шығарып алып, әне бастарын шығарып алып. Көрдіңіздер ме? Бір қызықты, бір ерекшеліктері болады екен сосын. Қазір балықтарды санаудамыз. Жіберіп жатқан балығымыз қазір қортпа балықтар. Яғни қазір әлі сол есептеп арнайы тоникке салатын боламыз. Тоникте ары қарай жайыққа кететін боламыз. Так, мынау қазір қортпа балығы, белуга, орысшасы. Бұлар енді білесіздер, өскенде қандай үлкен болады. Қаншамасы бар мына жерде. Қаншамасы бар. Енді осының қазір есептеп килограмм шығарып жайыққа жіберетін боламыз. Міне. Бәрі қортпа. Міне. Қортпа балықтарын алдық. Керемет әдемі. Енді астауға саламыз арнайы. Ана жерде весе бар, есептейміз ары қарай. Басқа бокске салатын боламыз. Мынау бәрі белугалар. Үлкен болады. Қанша болды? 8 кило 700. Мына қортпа балығын жіберейін деп жатыр. Соған бар ғой. Мына бір сүйіп, жаңағы енді бір біздің тілегіміз сүйіп жайыққа жібергендегі мақсатымыз жаңағы бізге ертең 100 кило болып қайтып келсін деген мақсат. Ал давай, бисмилля. Қайтып кел. Өссін, өнсін, көбейсін.
міне мына жерден келіп арнайы тониктерге тиеліп жатыр. Міне тониктердің бәрі жаңа кислород жіберілген, ауа барып тұрсын. Осы күйінде қазір жайыққа кетеді. Екінші машина. Міне екінші машина. Общий қанша сонда жаңағы несі? Қалдағы 600 килограмм. 600 килограмм. Пілмай, қорытпа, орыс бекіресі. Үшеуі бүгін жайыққа жіберілетін бар. Жаңағы тиелген балықтар, бекіре тұқымдас балықтары. Міне, мына жерге қазір арнайы конвейер бар. Мына жерден бұлай кетеді. Мынау қазір микрорайон ардагердің тұсы. Міне, темір жол көпірі. Осымен зырғанап суға жайыққа кететін болады. Ал бисмилля. Міне кетті. Бірінші партия. Кетті. Жайықта. Мынау қортпа балықтар, бекіре тұқымдас. Міне біздің ақ жайығымызға жіберіліп жатыр. 600 килограмм балық бүгін жіберілді. Бұл табиғат пайдаланушылардың жіберіп жатқан балықтары. Енді өссін, көбейсін дейміз ғой. Қайсы брат? Қайсы? Міне. Қарашы, қандай бір-бірі қандай үлкен. Қандай үлкен. Бұны судак та жей алмайды. Бұны басқа балық та жей алмайды. Судактың өзін жеп қоятын болар ма? Кетті ал. Өссін, көбейсін. Жайық, біздің ақ жайық. Ал құрметті Атырау халқы, өздеріңіз көргенде бүгін Жайық өзеніне 183.234 дана бекіре тұқымдас шабақтары жіберілді. Бұлардың ішінде жаңа қортпа, пілмай, сосын орыс осетр бар ішінде. Бұл жалпы общий биомассымен есептелінді. Бір білектей өте үлкен. Бұл біздің Жайық өзеніне жақсы бейімделіп кетеді деген сөз. Жалпы бұлар жіберіп жатқан кооперативтер, табиғат пайдаланушылар, атап айтқанда Терекші кооперативі, Амангелді кооперативі, және Долгий кооперативі, Восток сияқты тағы да осындай кооперативтер, табиғат пайдаланушылар жіберіп жатқан. Енді біздің тек қана рахметімізді айтуымыз қалды. Бұл енді жіберіп жатқан балықтар тек оңынан болсын, өсіп кетсін, жайығымызда тек қана баяғыдай қызыл балық көбейсін деп айтамыз. Істері алға басай берсін. Рахмет, көп алғысымыз шексіз. Сіздермен болған осы бүткіл монтаждың бәрін түсіріп көрсеткен мен мынау Аслан Омар, Қазақ балықтың мүшесі. Баршаларыңызға ассаламу алейкум.